Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Пайдалы әлем арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі пайдалы қыстық салат дайындаймыз. Қажетті өнімдер: капуста, сәбіз. Капустамызды ұзыннан турап аламыз. Сәбізімізді осылай теркадан өткізіп, ұзын-ұзын қылдырып өткізіп аламыз. Тәтті бұрышымызды осылай ұзын қылдырып турап аламыз. Видеодағындай турап аламыз. Қыста жеген өте пайдалы осы салатты. Барлығын араластырамыз. Жақсылап қатты қысып соғын шығармаймыз. Осылай жеңіл түрде араластырып аламыз. Видеодағындай. Банкамызды жуып, банкамызды қайнатпаймыз. Жуып, осылай жуып, ішіне барлығын саламыз. Қара бұрышымызды, лавр жапырағын және чеснок саламыз. Укропын саламыз. Банкаға керек нәрселерді барлығын саламыз. Содан кейін жаңағы салатқа турағандарымызды осылай банкаға тығыздап саламыз. Қолмен басып. Менде 2 литрлік банкалар. Салатымыз өте пайдалы, қыста жегенде өте керемет тамақпен бірге. Қантын саламыз. 3 ас қасық қант саламыз. 1,5 ас қасық тұзын саламыз. Барлығын саламыз. Барлығын қантын салып болғаннан кейін суық су құямыз үстіне. Толтырып суық су құямыз. Кастрюлеміздің астына орамал салып, су қайнағанша дейін тосамыз. Қайнағаннан кейін 40 минут жақсылап қайнатып аласыздар. Банкамызды қақпағын жауып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін 3 ас қасық 9% уксус қоямыз. 3-4 ас қасық. Видеода ол көрінбеген. Банкамызда жауып, төңкеріп қоямыз. Қысқа дейін мүлдем ашымайды, қыста да мүлдем ашымайды. Салқын жерде сақтаймыз. Салатымыз дайын. Өздеріңіз үйде жасап көріңіздер. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылыңыздар және қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ал салаттың қалай шыққанын пікірге жазып кетіңіздер. Осындай пайдалы әрі дәмді рецепті жіберіп алмау үшін бізбен бірге болыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.